Баршаңызға қайырлы түн. Бүгінгі таңда мен сіздерге өзімнің қолданатын витаминдерін туралы айтқым келіп тұр. Қазіргі таңда бұны көбісі қолдануы мүмкін, немесе мүлдем білмеуі мүмкін. Сондықтан да біреуге пайдалы болса, мен қуанып қалар едім. Ендеше бастайық. Ең бірінші мен таныстырып кетейін. Мына жерде жидкий йод, Ахерб сайтынан алынған. Келесі бұл бізде магний цитраты. Витаминнің екі түрі, бұл калиймен қосылған түрі, мынау жеке түрі. Келесі ол бізде мен анемияға ішетін тардиферон препараты. Бұның түрлері көп. Сарвифер, генотардиферон деген сияқты, феровица деген түрлері көп, бірақ қайсысын алсаңыз өзіңізге ыңғайлысын таңдайсыз. Енді мен ең бірінші таңертең тұрған кезде осындай жидкий йодты қабылдаймын. Бұл бізде Ахерб сайтынан алынады. Жидкий йодтың пайдасы, білместерге айтайын, ішуге ыңғайлы. Яғни мысалы балаларға берсеңізде, мысалы суға тамызып бересіз, балаларға 2 каплядан мүлдем дәмі шықпайды, және де бала ішпеймін деп жыламайды, ол мүлдем білмей қалады. Ересектерге күніне 3 каплядан суға тамызып ішуге болады. Өйткені күнделікті қабылдау дозасы профилактикалық 150 болып саналады. Біздің Қазақстан эндемиялық зона болғандықтан йод тапшылығы өте көп кездеседі. Сіздер міндетті түрде өздеріңізде бар жоқтығын білулеріңіз керек. Бұл кәдімгі адам өзінің чекап жасайды ғой, соған арналған анализге кіреді. Өйткені біздің қалқанша безіміздің қызметі метаболизмді реттеу. Егер де бұл төмен болатын болса, адам шаршағыштық, әлсіздік, яғни бүкіл организмнің қызметі төмендейді. Жүрек соғысы жиілігі төмендейді, адам депрессияға көп түседі, запор болады. Терінің құрғақтығы және де салмақтың қосулары деген сияқты өте көп симптом бар, және ауыр ауруларға алып келеді. Сондықтан міндетті түрде мен описание бөліміне йод тапшылығы белгілерін қалдырамын. Соны міндетті түрде қарап көріңіздер, және де ТТГ Т4 анализін тапсыруға мен сіздерге кеңес беремін. Келесі препарат мен ішетін бұл Д витамині. Бұны сіз тек қана таңғы сағат 9-ға дейін ғана іше аласыз. Ұйқыдан тұрған кезде суға 3 тамшы тамызып ересек адамдар ішулеріңізге болады. Енді келесі бұл мен ішетін Д витамині. Калий қосылған. Бұл жерде Д мен калийдің қосылуы міндетті. Өйткені калий бізде кофактор рөлін атқарады. Д витаминді организмге кіргізіп жіберуіне көмектеседі. Яғни құр Д витамин ішетін болсаңыздар, бүйректеріңізге тас жинауларыңыз мүмкін. Д витаминнің қызметі қазіргі таңда өте анық, өте күшті зерттелген. Бұл как гормон сияқты. Оның жетіспеушілігі көптеген тоже ауруларға алып келеді. Д витаминіне арналған тағы видео бар, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Бұл мен ішетін 5 медициналық бірлікте менде кішкене дефицит бар. Міндетті түрде тапсырып көріңіздер. Анализ бағасы где-то 5 теңге тұрады, но өз денсаулықтарыңыз туралы біле аласыздар. Келесі Д витамин бұл жеке түрінде. Бұны алатын болсаңыздар, бағасы мынаған қарағанда арзанырақ болады, бірақ К витамин міндетті түрде қосып ішу керек. Бұл Д витаминдерін сіздер тек қана түскі 12-ге дейін ғана іше аласыздар. Соған дейін ғана сіңімді болып саналады. Одан кейін кешке обедте ішкеннің уже сіздерде пайдасы болмайды. Сондықтан сіздерге таңертең май өнімдерін қолданған кезде таңғы аспен бірге ішкен абзал. Және де сіздер негізі адам күнделікті 2000 дозада осы Д витаминін қабылдау керек. Бірақ егер де дефицит болатын болса, оның әртүрлі дозалары бар. 5000-ға дейін, 10.000-ға дейін іше берсеңіздер болады. Және сіздер міндетті түрде анализ арқылы тапсырып біле аласыздар. Келесі бұл сіздерде ішетін анемияға қарсы мен препаратым тардиферон. Бұның көптеген түрлері бар, жаңа айтып өткендей. Бірақ мен сіздерге айтайын, бұның таңертең егер де йод қабылдайтын болсаңыздар, бұл екеуінің арасы 4 сағатты құрау керек. Өйткені бір-бірінің сіңімділігін жойып жібереді. Егер мұнаны сіздер таңғы сағат 9-да ішсеңіздер, мұнан обедте ішкендеріңіз жөн. Сондықтан да уақытын міндетті түрде ескеру керек. Бұл бізде бір айға жететін темір препараты екінші. Негізі темірдің екінші және үшінші валенттілігі бар. Сіздер міндетті түрде ішкен кезде екінші валенттілігін алуларыңыз керек. Өйткені бұның сіңімділігі жақсы болады, және де анемияға адам ұшырайтын болса өте көптеген ауруларға алып келуі мүмкін. Әсіресе қазіргі таңда 2-ның бірінде анемия, балаларға жетіспейтін болса, балалардың ЗПР, ЗР және сөйлеу, психикалық даму қабілетін төмендетеді. Себебі миға оттегі дұрыс бармағандықтан. Ең бірінші бізде ЗПР, ЗР диагноз қойылатын болса, анемияның бірінші кезекте бар жоқтығын ескеріп, соны емдеу керек. Анемия деген сөз организмнің органдарына, яғни оттегі жетіспей жатыр деген сол қаназдық емес, ол эритроциттің оттегін қабылдау, яғни организмде эритроцит органдарға оттегіні тасымалдайды, соның жетіспей жатқандығын білдіреді. Бұл бізде 2 немесе 1 таблеткадан қабылдауға болады. Сіздер кәдімгі опшаннан скраби арзан тұрады, сол ең жеңіл түрін тапсырған кезде сіздер біле аласыздар анемия бар жоқтығын. Сондықтан міндетті түрде мен қыздар болатын болса, міндетті түрде кеңес беремін.
профилактика дозада қабылдауға да болады. Сосын мен сіздерге міндетті түрде описание бөліміне осы анемияның белгілерін және де қандай препараттар қабылдау керек, бұл препаратты қабылдаған кезде қандай нәрсені бірге ішуге болмайтын барлығын айтылған нюанстар туралы мен видеом бар, яғни анемияның видеосы бар, мұны да описание бөліміне қалдыратын боламын. Себебі қысқаша айтып кетейін. Егер анемияға қарсы темір препараттарын қабылдайтын болсаңыздар, кальций өнімдерін, сүт өнімдерін чайда ішуге болмайды, сіздің ішкендеріңізді барлығын жойып жібереді. Соны ескеру керек. Келесі ол бізде магний цитраты. Негізі магнийдің формалары көп. Соның ішіне мен өзім таңдаған магний цитраты. Бұл сіздерде ұйқыларыңыздың тыныш болуына және де ұйықтаған кезде бөлінетін мелатонин гормоны. Мелатонин гормоны бізде жасартатын гормонға жатады және де ағза қызметі үшін өте маңызды. Соның бөлінуіне дұрыс қатысады және де нервный системаның, яғни егер сіздер ашуланшақ, депрессия, уайымшыл, тыныш ұйықтай алмайтын болсаңыздар, көңіл күйдің тез құбылмалы болатын болса, сіздерге магнийді тоже кеңес беремін. Және де артериялық гипертензиясы бар адамдар болатын болса, және де бұл жетіспейтін болса, жаңағы давлениенің көтерілуіне және артериялық гипертензияға бейімділігіне алып келеді. Бұл қан тамырлардың жүрек қызметінде дұрыс жұмыс жасауына қатысатын болады. Бұл менің күнделікті ішетін витаминдерім. Сіздер қандай препараттар ішесіздер? Осының ішінде егер ішетіндеріңіз бар болса, эффект бар болса, өздеріңіз ойларыңыз қалдырсаңыздар болады. Тек қана бұны іш деп айтпаймын. Адам өзіне қажетті қандай витаминдер керектігі, қайсысы жетіспейді, соны қабылдасаңыздар болады. Мысалы, витамин С қабылдауға да мен кеңес беремін, өйткені иммунитеттеріңіздің нақты болуына, оны поддерживать етуге көмектеседі. Син препараттары өте А витаминдер мысалы бізде бар, соның барлығын өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай қолданатын боласыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Денсаулық біздің Алланың берген аманаты. Денсаулықтарыңызды ойлаңыздар, аман сау болыңыздар.